Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі, құрметті менің тыңдаушыларым. Біріншіден ұмытпай менің арнама тіркеліп, лайк басу және қоңырау басу ұмытпаңыздар. Мен он күн бұрын бір бейнеуді шығардым. Сол бейнеуде біз бірнеше запастағы офицерлер өздеріміздің ой пікірімізді осы қазіргі әскери дайындық туралы, қарулы күштері және басқа әскери бөлімдерінің Қазақстан Республикасының жағдайын айттық. Бірақ біраз адамдар осы біздің айтқан ой пікірімізге маған қоңырау шалып және жай жазып жатыр. Неге сіздер осы мәселелерді интернет өрісте айтып жатырсыңдар? Айтпаңдар. Ешқандай бұл бізге көмек жасамайды. Тек қана шетел мемлекеттер біздің мәселелерді біліп қояды. Менің ойымша, сол адамдар жазып жатқан көбісі запастағы офицерлер. Өздеріне мен айтқаным, менің каналымда өздеріңіздің ой пікіріңізді айтыңыз. Көбісі айтуға шықпайды, білмеймін неге, бірақ ойы сондай. Біз осы өздеріміздің қарулы күштерімізге кедергі жасап жатырмыз деп. Сонымен мүмкін шықпайды. Біз осы дөңгелек дастарханда отырып, өздеріміздің ойымызды айтып, ешқандай құпия деректерді ашып жатпаймыз. Сонда тек қана интернет өрісте ақпараттар жүрген осы ақпараттарға өздеріміздің ойымызды ашық айтып жатырмыз. Сонымен осы айтқанымыздың мәселелер шешілсе, ешқандай біздің Қазақстан Республикасының қарулы күштеріне кедергі жасалмайды. Негізі осы мәселелерді тыңдап, біздің Сенат, мәжіліс депутаттары, мүмкін президенттік администрациясының адамдары қараса, біздің қарулы күштерінің және басқа әскери бөлімдерінің басшылары қараса, осы өздерінің көзқарасын осы салаға бұрса, біраз бағыттарға ой пікірлері басқа болар. Осы бейбіт уақытында біздің қарулы күштерінің сарбаздары осы өмірден кетіп жатыр. Осы жағдайда көп мәселелерді біздің халқымыз көтеріп жатыр. Сол салаға біз өздеріміздің ой пікірімізді айттық. Менің ойымша, бұл біздің дөңгелек үстел ешқандай жамандық, кедергі жасамайды. Бірақ біздің халқымыз біздің қарулы күштерінің мәселелерді білу керек. Біз айтып жүрміз тек қана білетімізді, ойымызды. Осы салада барлық Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің басшылары өздерінің ой пікірінде мәселелерге айтуға көріп жатырмыз. Қазіргі уақытта тырысып жатыр. Осы 2 апта өткен, біраз журналистерге қарулы күштерінің басшылары біраз мәселелерге өздерінің ой пікіріңізді ақпарат берген. Сонымен біздің жұмысымыз тек қана біздің қауіпсіздік жағынан күшейту мемлекетімізге арналған. Осы өзімнің ой пікірімізді барлық критиктарға айтып жатырмын. Сіздерде өздеріңіздің ой пікірің болса, дайынмын өзімнің YouTube каналымда барлық мәселелерді сізбен бірге қарастырып, біздің халқымызға жеткізу.
Құрметті қазақ елі, құрметті менің тыңдаушыларым, өздеріңіздің ой пікіріңізді комментарийға жазыңыз. Қандай сіздердің осы мәселеге көзқарасыңыз айтыңыз, жазыңыз. Менің видеомды тараңыз, чаттарда, группада. Лайк басып, қоңырау басып ұмытпаңыз. Сау саламатта болыңыздар.